Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода керемет дәмді шығатын және тез дайын болатын фруктовый салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттар: банан, 2 банан алдым мен, 2 алма, 3 киви және де 1 тал груша қажет болады. Бананымызды осылай сыртынан тазалап, майдалап, кубиктеп кесіп алатын боламын. Көлемі өз қалауларыңыз бойынша. Осылай мінекей ұсақтап турап алдық. Кез келген өзіңіз сүйсініп жейтін жеміс-жидекті қоса берсеңіздер болады. Майдалап турап алған бананымызды біз ыдысымызға сала тұратын боламыз. Алмамызды дәл солай кубиктеп, ұсақтап турап аламыз. Осылай мінекей ұсақтап турап алдық. Грушамызды дәл осылай кубиктеп турап аламыз. Біз кивимізді сыртынан аршып тазалап алдық. Кивимізді дәл сол алма, груша, бананды ұсақтап турағандай кубиктеп турап аламыз. Қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Осылай мінекей бәрін кубиктеп турап алдық. Осылай ыдысымызға бәрін біріктіріп аламыз. Енді бізге 2-3 қасықтай сгущенный молоко қажет болады. Сгущенный молоконың сапалысын, жақсысын алған дұрыс. Өз қалауларыңыз бойынша 2 қасық қоссаңыздар да болады. Мен 3 ас қасық қостым. Және де 4-5 ас қасықтай қаймақ қосатын боламыз. Қаймағымызды осылай қосып алдық. Енді осыны біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздердің фруктовый салаттарыңыз өте керемет болып шығады. Біздің жеміс-жидектеріміздің суы шығып кетпейді, өзінің формасын жақсы ұстап тұратын болады. Енді осы қаймағымыз бен сгущенкамызды біз жеміс-жидектеріміздің үстіне салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің салаттарымыз осымен мінекей дайын. Енді ыдысымызға бірден салып ұсынсақ болады. Ыдысымызға жайғастырып салып аламыз. Өте керемет дәмді болып шығады. Қаймақ пен сгущенканы қоссаңыздар, сіздің салаттарыңыздың суы шығып кетпейді, өз формасын жақсы ұстайтын болады. Әсемдік үшін үстіне мақ сепсеңіздер болады. Бұл өз қалауларыңыз бойынша. Өте керемет дәмді болып шыққан. Астарың дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.